Башыңызға сәлем. Қазіргі таңда мындай сұрақ. Samsung Galaxy A53 ұялы телефонына сим-картаны флешканы қалай орнатамыз? Сол туралы кішкене тұр. Мында бізде мындай сим-карта салатын жерде ашатын бар. Мында бізде төмен жақта орналасқан сим-карта салатын жер. Мына салып, кішкене басамыз. Неге? Кішкене ашылады. Аламыз. Бізде мында сим 1 деп жазылған. Мындан көрінбейді. Сим 1 деп жазылған. Біз оған бірінші сим-картаны саламыз, бірақ мына шеті қиылған шетті біз міндетті түрде қараймыз. Дәл осының бірге сәйкес етіп саламыз. Неге? Кішкене басын қараймыз. Былай төмен түсірген кезде түспеу керек. Неге? Неге енді екінші жағы бізде флешканы немесе екінші сим-картаны салатын жер. Мен қазір флешканы салып көрсетейін. Неге менде флешка. Осыны тоже мұндағы формаға қарай саламыз. Неге осылай салыну керек. Неге тоже қаттырақ басамыз, сол кезде түспеу керек. Неге? Ал егер екінші сим-картаны салатын болсаңыз, бұны алып тастайсыз. Сим-карта немесе флешка салу керек. Екінші жағы. Неге мына екінші сим-карта тоже мынау шетіндегі мынау қиылған шетті қарап сәйкестендіріп саламыз. Неге? Бірінші сим-карта түсіп кетті. Неге? Екінші сим-карта осылай, бірінші сим-карта осылай тұрады. Қайтадан саламыз. Неге? Болды.